Петропавлға келіп, педтехникумға сабақ берді, партшколға сабақ берді. Соғатты жүргенде 29-шы жылы мағжан ұстап алып кетті. Пойыз келді, пойызға Алматыға барған келді. Алматыға келгеннен соң бір жыл жатты да Москваға Бутырский түрмеге алып келді. Түрмеге барып едік, карантин деп, нәрсәбетін де алмады, баламды да көрсетмеді, өзімді сөйлестірмеді. Сонымен қайтып келдім. Сол келген соң 31-ші жылы Майқұлпадан Мағжаннан хат келді. Мен 10 жыл алдым, Карелияда лагердамын деп. Көркейге бардым. Менің әйелім Пешкова деген бар, соған бар дейді. Оның көшесін айтты. Пешкова келген жоқ екен, біраз күтіп отырдым. Неге келдіңіз дейді, осы күйеуім писатель еді. Горкийдің 4 несін аударған едім, рассказын. Содан Горкий туралы заявление жазып берген еді, Горкийге барсам, Горкий сізге жіберді дейді. Содан сұрады, неше жылға кетті деп, 10 жылға кетті дейдім. Мен де мына заявленияны сізге оны жылын кемітсін деп жазып берген шығар, күйеуім дедім. Алып оқыды да, правильно солай екен дейді. Жарайды, ходатайствовать етермін дейді. Пешковадан ответ алған, 7 жылға қалдырдым деп. Бір күні маған там қыз бүгін енді жиік рахаттанып отырып дейді. Мен пельмен жасадым отырған жерімді караватта. Өзі болып, мен пельменді жасап болғас, өзі пісірді де, енді отыру жейік деп тұрғанда, Мағжанны алуға Дмитренко деген күннің бір несісі келді. Кісісі келді. Сонан отырып ашамыз деп сөйлейді. Сонан Мағжан отырды. Мен де отырдым. Сондай моментта кімнің тамағынан ашыды. Сол күйі стөлде қалды ашымыз. Мағжанны алып кетті. 3-ші отозда екен 15 минут берді. Мағжанны көргенмін.